Қадыр Мырза Әли «Қызыл кітап». Мағынаны тану. Суреттегі заттардың қызыл түстерінің ортақ мағынасы болуы мүмкін бе? Халық ұғымында суреттегі қызыл түстер нені білдіреді? Білгенге маржан айдары. Қызыл крест және қызыл жарты ай халықаралық қозғалысы қарулы қақтығыстар кезінде бейтараптық танытып, қарсылас жақтарға тек гуманитарлық, медициналық көмек көрсетеді. Бұл қозғалыс 1863 жылы құрылған. Оған әлемнің 74 елі мүше. Штаб-пәтері Женева қаласында орналасқан. Қазақстан Республикасының ұлттық қызыл жарты ай қоғамы 2002 жылы құрылды. Қадыр Мырза Әли Орал облысы Жымпиты кентінде дүниеге келген. Ол ақын, Қазақстанның халық жазушысы. 1935-2011 жылдары өмір сүрген. 12 томдық еңбегі бар. Кішкене қожанасырлар, сабақ, данышпан секілді шығармалары бар. Сөздікпен жұмыс. Қызыл мандат, рұқсат құжат. Сілті химиялық улы жаңбыр. Дронт салмағы 20 келідей ұша алмайтын құс. 17-18 ғасырларда жойылып кеткен. Сен білесің бе? Қызыл кітаптың қара, қызыл, сары, жасыл, сұр және ақ түсті беттері бар. Қара беттерде жануарлар мен өсімдіктердің жойылып кеткен түрлерінің тізімі беріледі. Қызыл беттерде жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер тізімі беріледі. Сары беттерінде саны тез азайып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер әлемінің өкілдерінің тізімі берілген. Ақ беттерінде қашанда саны аз болып келген жануарлар тізімі берілген. Сұр беттерінде тіршілік ету ортасына қол жеткізілмеген түрлер тізімі. Жасыл беттерде жойылып кету қаупінен аман қалған жануарлар мен өсімдіктер тізімі берілген.